Мә, Айсу күн ысып кетті ғой. Иә, бір мороженое алу керек еді. Сен қанша теңге? Менде бар майдасы. Майда. Мә, 100 теңгеге бір лед жетеді екенбізге бір-біріне. Мен мұз жегім келіп тұрған жоқ. Басқа бір күшті мороженое жегім келіп тұр. Молочный ма? Менде ақша жоқ. Мамадан бағана сұрап көрдім. Мамадан сұраған кезде мама айтты, майда жоқ деді. Еще бүгін мамада заказ ғой. 50 адамға заказ алды. Ападан сен сұрап қой, не? Бір. Не істеймін? Онда жеңшеден сұрасай. Ой, қойсын, аламын ғой. Жеңшеде ақша көп қой, сол қаладан келді ғой. Сұрап көрсей. Ойланып көрейінші. Қойшпақты сұрам деп тұрған жоқ екен, мен көп заманда жетім. Көп заманда Не істеймін, енді ақша жоқ. Аконтай, не болды, ақша керек болып жатыр ма? Мороженое алып жейін дегенбіз ғой. Ақша керек. Мороженое алып жеңдер, иә? Сен бірақ өте жақсысың ғой, ботам. Просто сіз басында маған тиісіп жүрдіңіз, мен де сізге деген нем арамдағы қатынастар ажырап кетті, в общем. Мен жаман деп ойлап қалдым да. Жағым сол. Мороженое алып жеңдер, аға. Рахмет, кеттіңіз. Айттым ғой саған ғой береді деп. Мен негізі өзіме білген. Мен негізі білген. Ой, десе не істеп? Ана жердің шөптер өсіп кетіпті барлығы. Андағыдай отырмасаңыз, шалып келіңіз, мен жұлып тастаймын. Аха, екеулеп. Ой. Күшті. Бүгін біраз жұмыстарды бітірдік, аха. Бітіріп тастадық, иә. Біраз білмейтін нәрселердің бәрі менде әлі көп екен ғой. Иә, ауылды жерде тұрсам жұмыс көп қой, бітпейді. Иә, қызықтың бәрі ауылда екен ғой. Қалада не болса, этажкіде мінесін түсесін, аха. Азанда кетесің жұмысқа, кешке келесің. Бір қабырға. Ана жерде ағаштар бар ше, сол барлығы мына жаққа отындарды әкеліп тастайық. Керек. Ой, бұл отындар. Еркежан, мына жаққа әкел, мына жерге қояйық. Барлығын дайындап. Бауыр көтермеңіз десе. Аха. Екі-екіден алып алайық. Иә. Жүр, ана жерге апарамыз, аха, мен саған көрсетейін. Шашып кетейін, давай. Самал, еркем. Ау, мама. Ботақандарым, прогулка жасап келейік. Вау, ауылда да прогулка бар ма сонда? Иә, ботақ. Иә, мама, Еркежан екеуін барып келе беріңіздерші. Неге? Үйде тірліктерін істейін, жұмыс көп. Өшеміз бірге. Жоқ, бірге барайық, балам, ботақаным, бірге барайық. Үйдегі тірлікті бәріміз жабылып істей саламыз. Балаға пайдалы жүру керек. Көп жүрсен жеңілдік болады. Иә.